Сәлем баршаңызға. Егер сіздің ұйқы безіңіз ауырса, оның соңы панкреатитке, яғни ұйқы безінің қабынуына ұласады. Ол тез жазылмайды. Емі де ұзақ уақытты қажет етеді. Бірнеше дәрілердің тізіміне қоса арнайы диетада ұсынылады. Ұйқы безі ауруының белгілері: оң жақ және сол жақ қабырғаның асты ауырады, іш өтеді, іш кеуіп желденеді, жиі кекіру мазалайды, жүрек айниды. Ұйқы безі адам организмінде әсіресе ас қорытуда маңызды рөл атқарады. Сонда ұйқы безінің қабынуы нендей дерт? Ұйқы безін анатомиялық құрылымына қарап басы, орта денесі және құйрығы деп үшке бөлеміз. Без жасушалары өндіретін фермент түтік жолымен ұлтабарға құйылады, сөйтіп ас қорыту үдерісіне белсене қатысады. Без ісінгенде немесе жараланып, ішіне қан құйылғанда, оның кейбір жерлері жидіп өле бастағанда ұйқы безі қабынып қатты ауырады. Ауру безді тұтастай және оның кейбір жерлерін ғана қамтуы мүмкін. Жіті панкреатитті көбінесе микробтар қоздырады, бірақ ауру кейде онсыз да басталады. Қабыну күші және аурудың барысы сол қоздырғыш тетігіне байланысты. Ұйқы безінің қабынуы әрқашан шыдатпай қатты ауырып басталады. Ауру іштің жоғарғы бөлігінде болады. Қатты ауырғандығы сонша кейде адам дөңбекшіп, есінен де танады, өңі қашып, қол-аяқтары көгере бастайды, артериялық қан қысымы төмендейді, тамыр соғуы нашарлайды. Ауырғаны басылмай адамның жотасына таралады, арқасын белбеудей орайды. Ұйқы безі қабынған адамның ұстамасы келгенде құса бастайды. Рас, дене ыстығы қалыптан аспауы мүмкін, бірақ адамның жалпы халі нашарлайды. Кейде жата алмайды, тек қисайып қана отырады. Ұйқы безінің қабынуына өт жолының қабыну қосылса, адамның денесі сарғаюы мүмкін. Бірқатар аурулардың тыныс алуы бұзылады. Кейбіреулердің ішектері қызметін дұрыс атқара алмайды, үлкен дәреті жүрмей қалады. Сондықтан осындай халге ұшыраған адамды кешіктірмей ауруханаға жеткізген дұрыс, немесе жедел жәрдемді шақырған жөн. Ауру ұстамасы ұйқы безі ісінгеннен пайда болса, онда оны дәрі-дәрмекпен емдеуге болады. Сүйікті тағамдарыңыздың кейбірінен бас тартқыңыз келмесе, халықтық жолмен дертіңізге дауа табыңыз. Ол үшін мына 4 емді қолдансаңыз болғаны, ауруыңыздан әп-сәтте-ақ айығасыз. Бірінші еміміз ол аскөк дәні. Емдік тұнбаны дайындау үшін 1 шай қасық аскөк дәнін 200 мл қайнаған суға саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 жұтымнан күні бойы ішесіз. Ал екінші еміміз ол сұлы ботқасы. Әжелеріміз ұйқы безін сұлының көмегімен емдеген, біріңіз біліп, біріңіз білмейтін боларсыз. Сұлының қайсы түрі болса да ұйқы безіне шипа болатын қасиетке екендігі дәлелденген. Ем үшін 1 литр суды отқа құясыз. Қайнап шыққан соң жарты кесе сұлы ұнтағын салыңыз. Баяу отта 10-15 минуттай қайнату керек. Белгіленген уақыттан соң отын өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қоясыз. Дайын болған ботқаны таңғы асқа жейсіз. Емді күнде таңертең 1 апта үзбей жүргізесіз. Ескеріңіз, ботқаға май да, тұз да, қант та қосуға болмайды. Ал үшінші еміміз ол лимон мен сарымсақ. Бұл рецептте ұйқы безі ауруына ем болады. Оны дайындау үшін 2-3 дана лимон, 3 бас сарымсақ, 100 грамм ақ желкен қажет. Панкреатиттен біржола құтылғыңыз келсе, осы емді қоспаны әзірлеңіз. Алдымен қажетті заттардың бәрін тазалап жуып, блендермен ұсақтайсыз. Біркелкі езілген қоспаны шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойыңыз. Дайын болған қоспаны тамақтанудан 15 минут бұрын қабылдайсыз. Емді 3 ай жалғастырасыз, сосын 2 ай үзіліс жасап, саулығыңызға қарай емді жалғастырасыз. Ал 4-ші еміміз ол қарақұмық, яғни гречка. Ұйқы безі ауруына қарсы тұратын қарақұмық екенін білесіз бе? Бойыңызды билеген аурудан 10 күнде құлантаз айығасыз. Ол үшін 10 күн бойы кефирге бұқтырылған қарақұмық жеуге әдеттеніңіз. Ботқаны дайындау үшін 1 стақан қарақұмық жармасына жарты литр кефир құясыз. Қақпағын жауып түнге қалдырасыз. Таңертең жақсылап жейтілген қарақұмықты таңғы асқа жейсіз. Ертім көп тамақ жеуге үйренбеген болсаңыз,
Бұл мөлшерді 2-ге бөліп, таңертең және кешке жеуге де болады. 10 күннен соң емді тоқтатасыз. Арада 10 күн өткізіп, қажет болса тағы қайталаңыз. Құрметті менің оқырмандарым, бұл әдісті қолданғаннан кейін 2-3 күнде оң нәтижесін көресіз. Қабырғасының ауырғаны басылып, өзіңізді жайлы сезінесіз. Сонымен қатар үлкен дәретке де қалыпты барып жүргеніңізді байқайсыз. Әр теріңіз тегістеліп, бетіңіз тазарады. Осынау сұлулыққа ие болғыңыз келсе, бұл әдісті байқап көріңіз. Осы тақырыпқа видео дайындаған себебім, өзімнің де ұйқы безім ауырып, мазалап жүр. Қазіргі кезде барлық тамақты жей алмай, диета сақтап жүрген жайым бар. Осы әдістердің біреуін пайдаланып, сіздермен комментария бөлімінде бөлісетін боламын. Сіздерде де осы ұйқы безі мазалайтын болса, осы әдістерді жасап, нәтижесін бөлісіп кетіңіздер. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Ауырмаңыздар. Адамға ең керегі денсаулық екен.